Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді жұп-жұмсақ шоколадты пряниктердің рецептімен бөлісетін боламын. Магазиннен сатып алмай-ақ қарапайым ғана заттардан жасалатын пряниктерді үйден жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен ыдысымызға ыстық сүтімізді құйып аламыз, және де қантымызды, ұнымыздың өлшеніп дайындалып алған ұнымыздың 150 граммын қосамыз да бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Енді осы массаның үстінен бір жұмыртқа, 15 грамм қопсытқыш, бір шай қасық ванильді қантымызды, 30 грамм какаоны қосамыз. Үстінен електен алдын ала өткізіп дайындалған қалған ұнымызды қосамыз да бірінші кезекте осылай кішкене лопаткамен араластырып аламыз. Массамыздың басы біріккеннен кейін үстінен 40 грамм сұйық майымызды құямыз. Видеода көрсетілгенде бастапқыда лопаткамызбен кішкене араластырып жібереміз, кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Құрметті менің оқырмандарым, алдағы шығатын рецепттерді жіберіп алмас үшін және қазақша контентті каналды қолдап, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Міне бізде қамырымыз дайын, осындай қолға жабысатын жұмсақ қамыр болады. Артығын қосып жібермейміз. Енді пергамент қағазы төселген противеніміздің үстіне осындай видеода көрсетілгендей қамырымызды домалақ етіп орналастырып шығамыз. Менде 22 штук шықты, яғни 1 килограмм, осы құрам бойынша 1 килограмм пряник шығады сіздерде. Егер де қамыр қолдарыңызға жабысыңқырап жатса, қолдарыңызды сұйық маймен майлап жіберіңіздер, сол кезде жұмыс істеуге ыңғайлы болады сіздерге. Міне барлығымызды орналастырып шығамыз, араларын кішкене ашық етіп орналастырамыз, және де ортасына қалауларыңыз бойынша осындай салма салуға болады. Мен вареная сгущенка салдым. Көріп отырғандарыңыздай осылай ортасын кішкене ойыңқыраймыз да варенкаларымызды салып шығып, міне видеода көрсетілгендей жабамыз, және де осылай домалатып шығамыз. Осы кезде пештеріңізді 180 градуста ысытып қоюды ұмытпаңыздар. Алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 15-16 минутқа пісіріп аласыздар, одан артық ұстамаңыздар. Біздің пряниктеріміз пісіп шыққанша біз глазурын дайындайтын боламыз. 140 грамм қант ұнтағына лимон шырын шетінен қоса отыра глазур дайындап аламыз. Піскен пряниктерімізге жаққаннан кейін бір күн уақыттың ішінде бізде лимон согының қышқыл дәмі шығып тұратын болады. Бір күн уақыт өткеннен кейін ол білінбей кетеді. Міне барынша түйіршіктерін қалдырмай жақсылап араластырып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Міне осындай масса болу керек. Бізде глазурымыз дайын. Мінекей біздің пряниктеріміз пісіп шықты. Топ-томпақ іштері толық әдемі болып пісіп шығады. Енді осылардың үстіне қазір дайындалып алған глазурымызды жағып шығамыз. Үстіңгі жағын осылай глазурға батырамыз, және де қолымыздың көмегімен шет-шетіне жағып аламыз. Екіншісінде көрсетіп жіберейін. Осылайша барлық пряниктерімізге жағып шығамыз. Осымен біздің қарапайым ғана үйде бар заттармен жасалатын пряниктеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.